21 ғасырда педагогтың рөлі өзгеріп, заманауи білім беру жүйесі жаңа талаптар қоюда. Соның бірі тәлімгер мен жас маманның арасындағы тұрақты диалогтық және кәсіби тұлғааралық қарым-қатынас. Мен Махамбетова Роза Қайырбекқызы Қарабұлақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. Педагогикалық еңбек өтілім 34 жыл, педагог зерттеуші. 2021-2022 оқу жылынан бастап жас маман, бастауыш сынып мұғалімі Веретенникова Алена Андреевнаға тәлімгермін. Ол Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің бастауыш сынып мұғалімі мамандығын тәмамдаған. Жас маманның өзін еркін сезінуіне, шығармашылыққа, жан-жақтылыққа, қандай да бір жағдайда шешім қабылдай білу және әрекет етуге, болашақтағы идеяны тыңдай білу, көре білуіне бағыт-бағдар бере отырып көмек беру. Осы орайда алдыма қойған жұмысымның мақсаты жас маманның теориялық білігін практикамен ұштастыра отырып, кәсіби шеберлігін шыңдауға ықпал ету болып табылса, міндетім жас маманға үздіксіз білім берудегі қажеттіліктеріне жақыннан жәрдем беру, қиындық келтіретін мәселелерді шешу амалдарын көрсету, көмек көрсету, қолдауға бағытталған. Оқушыларды білім беру мен тәрбиелеуде жаңа әдіс-тәсілдерді қолдануын қалыптастыру, заманауи әдістер мен озық педагогикалық технологиялардан хабардар етіп, оқу-тәрбие туралы теориялық мәселелерді педагогикалық, психологиялық, әдістемелік құралдарды өздігінен оқып үйренуіне және талдай білуге үйрету көзделген. Жұмыс формаларым: теория бойынша сұхбаттасу, психологпен, тәжірибелі ұстаздармен кездестіру, сауалнама алу, мектептің білікті ұстаздарының, бастауыш сынып мұғалімдерінің сабақтарына қатыстырып, психологиялық тренингтерге қатыстыру, сонымен қатар аудандық, мектепшілік, желілік қауымдастығымыздың семинарларына, вебинарларына, коучингтерге қатыстыру болып табылады. Тәлімгердің жас маманмен жұмысы 3 кезеңнен тұрады. Яғни, бірінші кіріспе кезең, жас маман туралы мәлімет толтыру, сауалнама алу, оқу жылына тәлімгерлік жоспарын құру. Екінші негізгі кезең, бекітілген жоспар бойынша кәсіби даму және психологиялық педагогикалық сүйемелдеу бойынша жұмыс жүргізу. Үшінші қорытынды кезеңде, оқу жылының қорытындысы бойынша педагогикалық кеңестің отырысына тәлімгерлік нәтижелер туралы есеп дайындап, практиканы жетілдіру үшін ұсынымдар беру. Енді жеке тоқталып өтсем, бірінші кезеңде жас маман туралы жеке мәлімет толтырылып, сауалнама алынды. Сол бойынша Аленамен сұхбат жүргізіліп, 1 жылдық жоспар құрдық. Ол мектеп директорымен бекітілді. Оқыту мен оқу тәжірибесі үшін ұсынылатын жекелеген тәсілдер мен әдістер бір қарағанда болмашы болып көріну мүмкін, бірақ жүйе ішінде жағымды өзгерістерге ықпал ететін қуатты қозғалыш күші болады. Осы ретте жас маманға ең бірінші әрбір педагогтың міндетті түрде білім жүйесіне қатысты нормативтік құжаттармен хабардар болуы, соған сүйеніп білім мекемесінде жұмыс жасауы міндетті екендігі айтылды. Жаңартылған білім мазмұнына сай критериалды бағалау түрлері, білім және ғылым министрінің нөмірі 130-478 бұйрықтарына сәйкес күнтізбелік тақырыптық жоспар, қысқа мерзімді жоспар құру, сабақ барысында жаңа әдіс тәсілдерді, тренажерлар мен ақпараттық технологиялық құралдармен жұмыс жасау, әртүрлі платформаларды меңгеру және күнделік кезекті толтыру, қажетті құрылғыларды қолдана білу үшін жұмыс түрлері жүргізілді. Даму және білім алудағы жаңа әдістерді сөз ете отырып, бүгінгі таңда жай ғана жекешелендірілген әдіс және тыңдай білу ғана емес, сонымен қатар мұғалімнің әлеуетін ашу, бұл оның негізгі міндеті мен негізгі нәтижесі екенін ашу барынша тиімді бағыт болып отырғанын атап өту керек. Мұғалімге өз жұмысында жетістікке жетуіне мүмкіндік беретін, оларды саналы оқуға және өмір сүруге үйрету мақсатында еңбек ету барысында тәлімгердің әр кезде жас маманға
қолдау көрсетіп отыруы өте маңызды деуге болады. Алена Андреевна тек мектеп ұстаздарының сабақтарына ғана қатысып қана қоймай, психологиялық тренингтерге, семинарларға, вебинарларға, ашық сабақтарға, коучингтерге қатысып белсенділік танытты. Әрі біршама өзіне қажетті әдіс тәсілдерді үйреніп, қоржынына салды деуге болады. Тәлім алушыммен қарым-қатынасымды талдай, сараптай келе, тәлімгерлік тәлім алушыға мүмкіндіктер мен проблемаларды қарауға әлде де тағы да бір мүмкіндік береді деген қағиданы қолдағым келеді. Өйткені, тәлімгер мен тәлім алушының арасында қарым-қатынас мұғалімнің өзіне өзі көмектесуіне мүмкіндік беріп қана қоймайды, кездескен проблемалардың шешуін өзінше табуға көмектеседі. Осы орайда бір тоқталып өткім келетіні, алғашқы кезде жас маманымыз Алена да бірден сабақ үдерісіне еніп кете алмады. Жас маманға тән, онда да қорқыныш, үрей болса, ал енді қазіргі таңда серпін, өзіне деген сенімділік, алға ұмтылу деген талпыныс, ізденіс пайда болғандығын байқадым. Ол курстарға, байқауларға қатысып, өзінің сынып жетекшілік міндетін де ойдағыдай атқарып келеді. Әрі, биылғы алған 3-ші В сыныбының 1-ші және 2-ші тоқсандағы бөлімдік жиынтық бағалау мен 90-дық жиынтық бағалау сараптамалары мен білім сапасының салыстырмалы түрде өскендігін, жас маманның өз құзыреттілігін, зияткерлік және шығармашылық әлеуетін аз да болса дамыта алғандығын сабақтарында қолданысқа енгізуінен, қарым-қатынасынан байқауға болады. Қорытайында енді келесі кезекте алдымызға қойған іс-әрекеттеріміз тәлім алушының кәсіби дағдыларын дамыту, тәлімгерлікті одан әрі қарай жандандыру, тәлім мен жас маман арасындағы ынтымақтастықты жалғастыру, жаңаша әдіс тәсілдер арқылы білім сапасын арттыру, әдістемелік кеңес отырысында жылдық есебімізді бере отырып, педагогикалық кеңесте жас маман жұмыстарымен таныстыру болып табылады. Сөзімнің соңын, тәлімгерлік үдерісі арқылы тәлімгер өзінің де және жас маманның тәжірибесіне көп өзгеріс енгізе алады дей отырып, Луций Сенеканың басқаларды үйрете жүріп, біз өзіміз де үйренеміз деген сөзімен аяқтағым келеді.